Сәлем достар, бүгін үй жағдайында мохито сусынын дайындайтын боламыз. Жазда, шілдеде ішкенге өте керемет салқын қылып дайындаймыз. Бізге жалбыз, лайм және лимон қажет болады. Өте керемет, дәмі әдемі, күшті болып шығады. Каналға тіркеліп, алдын ала лайк басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Жалбыз жапырағын 3-4-еуін осылайынан ұсақтап турап аласыздар. Бір лаймның ортасынан бөліп, жартысын осылайынан ұсақтап турайсыздар. Жалбыз ұсатып, жартысын ішіне салатын боламыз. Көп қажет емес, біреу жетеді. Лимоннан көп қажет емес. Лимонды көп қосуға болмайды, қышқыл болып кетуі мүмкін. Қойып қоямыз оны ішіне салғанға. Лимонның шеттерін алып, ішіндегі дәнектерін бәрін алып тастаймыз. Алдын ала суға жуып аламыз. Өте пайдалы сусын, давлениелері жоғары адамдарға өте керемет сусын. Осылай туралғандарын блендер болса, блендермен езіп алсаңыздар болады. Егер жоқ болса, түрлі жағдайда езсеңіздер болады. Мен езіп суын шығарып, ішіне су құйдым, спрайт құйдым, соны сүзіп алдым. Жақсылап езіп, сүзіп, осылай құйдым. Артығын алып тастадым. Енді біз ішіне спрайтты құямыз. Салқын холодильникте тұрған спрайтты құйып жатырмын. Және де ішіне туралған лимон, лайм және жапырақтарды салдым. Мен жалбыз жапырақтарын көп қосып қойыппын. Егер де сіздерде көп қосып қойсаңыздар, сусындарыңыз сәл қышқылдау болса, қорықпаңыздар. Тағы да екінші ыдыстарыңызға бөліп, үстінен спрайт құйсаңыздар болады. Мен алдын ала мұз жасап қойғаным, сол мұзды салып жатырмын. Сіздерде холодильникке осылай тарелкаға су құйып, қатырып алсаңыздар болады. Соны сындырып, осылай саласыздар. Өте салқын сусын болып шығады. Бұл біздің екінші рет жасап тұруымыз, енді дәмін көретін боламыз. Бұдан алдын жолдасым жасап берген болатын, ол өте дәмді, әдем болып шыққан еді. Мен сәл лимон мен жалғызын көп қосып қойыппын, сәл қышқылды болыпты. Ештеңе етпейді, тағы да үстіне су құя саламыз. Қош сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше.